Алтын добарнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, бүгін алтын добарнасынан көретін ақпараттарыңыз. Луис Суарестің баласы Лионель Мессидің көңілін қалдырды. Ливерпульдан Алисон және де Салах, одан басқа да ойыншылар кетеді. Килиан Мбаппе 2 ойын болды, мүлдем көзге түсе алар емес. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ал енді біз бастаймыз, кеттік. Челсиді жамандап келе жатқанымызға біраз уақыт болды. Бүгін бір мақтап осы Челсидан бастайшы деп тұрмын. Кеше Вулверхэмптонға, қасқырларға қарсы ойын өткізді Челси клубы, және де сол алаңда Челси 6 гол салып тастады. Вулверхэмптон 2 гол салды. Жалпы матчта 8 гол көрдік. Біз енді гол көретініміз түсінікті болды, себебі Челсидің қорғанысы да өте нашар, Вулверхэмптонның қорғанысы да өте нашар, достар. Сол себепті біз жақсы голдар көреміз деп үміттендік, бірақ та 8 гол емес. Әлбетте кеше керемет ойын болды. Кешегі ойынның қаһарманы біріншісі Мадуэке хэт-трик жасады, екіншісі Палмер нәтижелі 4 нәтижелі іс-әрекет жасады. Палмер енді қазіргі Челсидің жаңа жұлдызы, Челсидің механизмі десек те болатын шығар. Челсиді осындай тамаша көңіл күйде бүгін бірінші рет бастап тұрмыз. Челси жайлы жақсы әңгімелер айтып, Мареска жалпы ойынды жаймен қоя бастаған тәрізді. Ал енді біздің сенімді серіктесіміз Пари матч тамаша адреналинге толы ойындарға 201 мың теңгеге дейін бонус беріп жатыр. Алғашқы депозит үшін және де фрибет беруін тоқтатпауда. Бұндай мүмкіндіктерді пайдалану үшін осы видеоның астындағы сілтемеге өтсеңіздер жеткілікті. Бірақ Челсида Михаил Мудрикқа көңілі толмайды. Жалпы жанкүйерлердің және де бас бапкердің. Михаил Мудрик кешегі ойында бірінші минуттан бастап алаңға шықты, бірақ та бірінші таймнан кейін оны ауыстырып тастады. Себебі қазіргі бас бапкер Маресканың Михаил Мудрикқа мүлдем көңілі толмайды, және де жанкүйерлердің де. Михаил Мудрик кеше берген пастарының ішінде 5-еу ғана дәл жеткен екен. Статистикаларды айта кетсек, және де аяғына өзі 13 рет доп тиген, соның 6-ауын допты жоғалтып алған. Бұл енді өте масқара төмен деңгейдегі ойыншының көрсеткіші. Бұндай деңгеймен Михаил Мудрик енді Челсидің қосалқы құрамындағы орындығын жылытуға дайындала берсе болады, себебі негізгі құрамында енді шығуы өте қиын болады. Негізгі құрамда кеше Стэнфорд Бриджда өзінің тамаша мүмкіндігін пайдалану керек еді, өзін кеше көрсету керек еді, енді көрсете алмады. Ал бірақ та Михаил Мудрик басқа клубқа кетіп қалуы мүмкін. Оған қызығып отырған клубта бар екен, ештеңеге қарамастан. Ол клуб Пари Сен-Жермен. Пари Сен-Жермен Луис Энрике Михаил Мудриктің ойыны ұнайды екен, және де жалға алып көргісі келеді. Жалға алған күннің өзінде оның толық өте үлкен жалақысын төлеп беруге дайын Пари Сен-Жермендіктер. Яғни жылына 15 миллион евро төлеуге дайын. Челси егерде басы істесе, бұндай мүмкіндікті пайдаланып Пари Сен-Жерменге жалға беріп жіберу керек. Жақсы ойнап кетіп жатса, келесі жылы сатып жіберуге де жақсы ақшаға мүмкіндіктері бар. Сондықтан да Челси үшін ең тиімді жағдай осы Мудрикті Пари Сен-Жерменге жалға беру. Интер Майамиде Луис Суарестің өзі емес, Луис Суарестің баласы Лионель Мессидің көңілін қалтырған екен. Лионель Месси қазіргі таңда жарақатына байланысты, осы Копа Америкада алған жарақатына байланысты, әлі де Интер Майамидің қатарында ойынға шыққан жоқ. Бірақ та Интер Майамидің жағдайы қазір өте жақсы, себебі ол жерде Кусарес, Суарес бар. Суарес өзі жаңғыз қазіргі таңда Интер Майамиді алға сүйреп жүр десек те болатын шығар. Негізгі қарсыластарының бәріне гол салып жатыр. Және де қазіргі таңда Суарестің арқасында Интер Майами 2-ші орында тұрған командадан 8 ұпай алда тұр. Суарес барын салып жатыр, ал Лионель Месси да ойынға оралуға жақын, және де Суарестің тамаша ойындарын VIP орындардан Месси тамашалап қана отыр қазіргі таңда. Және сол жағдайда, сол орындарда болған жағдайда айтайық, VIP орында Лионель Месси бара жатқанда Суарестің баласы Лаутаро Суарес Мессимен амандаспай өтіп кетеді,
және де оны мамасы ұрсады оған: ей, Мессиге амандаспағаның не болды, бар қолын ал деп. Сол кезде қайтадан барып Лаутаро Суарес Мессидің қолын алады, бірақ Месси бір Суарестің баласын құшақтағысы келген сияқты болады. Суарестің баласы Лаутаро Суарес тағы да көңіл бөлмей кетіп қалады. Енді бұл Мессимен амандасу, қолтаңбасын алу, суретке түсу барлық балалар үшін арман әрине, бірақ та Суарестің баласы үшін емес сияқты. Бұны енді балалық деп қабылдауға болады, кішкентай баланың әрекеті, сондықтан да бұған бола Луис Суарес пен Мессидің арасы бұзылып кетеді дегенге сенбейміз. Месси жарақатынан айығып, жақын арада Интер Майамиге көмектесуге, жанкүйерлердің тамаша ойыннан эмоция алуына, өзінің әдемі ойынымен қуантуға оралатын болады. Луис Суарес пен Месси қайтадан алаңда шайқайды болады жақын арада. Ал бұндай тамаша ойындарға біздің сенімді серіктесіміз Пари матч бонустары, фри беттар беріп жатқанын ұмытпаңыздар. Ливерпульдің алғашқы трансфері орын алды. Ол Георги Мамардашвили Валенсиядан 35 миллион евроға алды, және де 6 жылдық келісім шарт жасады. Бірақ бірінші маусымда осы Валенсияға жалға тастап кететін болды. Себебі қазіргі таңда Алисон бар Ливерпульда. Алисон өзі Римнан келгелі бері негізгі қақпашы болып қалыптасты, және де оның орнын қазіргі таңда ешкімде тартып ала алмайды. Алисонның өзі де мен тұрған кезде неге қақпашы алып жатыр деп ойланып қалуы, күмәнданып қалуы, Ливерпульға өкпелеп қалуы мүмкін еді, бірақ та Алисон бәрін дұрыс қабылдаған екен. Я, мен де мәңгілік емеспін бұл жерде, мен де қартайып келе жатырмын. Қазіргі таңда енді қақпашы үшін кәрі емеспін. Әлі барлық энергиям физикалық тұрғыда барлық жағынан мықтымын, және де бәрібір де біз мәңгілік Ливерпульда қала алмаймыз. Толқын болу керек, жаңа толқын, құрам ауысу керек. Жалпы мен ғана емес, 30-дан асқан ойыншылардың көбі ауысатын болады. Олардың бәріне ауысатын ойыншылар қарастырады Ливерпуль, деді Алисон. Соның бірі Мохамед Салах. Мохамед Салах осы маусым соңғы маусымы Ливерпульдағы келісім шартты созбайтын болды. Осы маусымнан кейін еркін агент ретінде кетеді деп хабарланып жатыр. Бірақ та қайда баратыны белгісіз. Әзірге көп басылымдардың айтуынша Сауд Арабиясына барады. Мансабының соңғы жағында жақсы ақша істеп қалады деген болжамдар өте көп. Жалпы Чемпиондар лигасын шулатқан, АПЛ-ды шулатқан Юрген Клоптың құрамасынан аз ғана адамдар қалады. Келесі маусымда бірең сараң ғана десек те болатын шығар. Килиан Мбаппе қайда? Реал Мадридті екі есеге күшейтіп жіберетін Килиан Мбаппені біз екі ойын болды көре алмай келе жатырмыз, достар. Я, ол ойынға әлі үйлесе алмай келе жатыр. Кеше Вальядолидқа қарсы тамаша ойын өткізді Реал Мадрид, және де сол ойында өте керемет мүмкіндіктер болды. Килиан Мбаппеде жеке-жеке шығып отырды, бірақ та жеке шыққан кезде қақпан дәл бағыттай алмай айдалаға теуіп жүрді. Оның жанында Эндрик одан кейін қосалқы құрамынан шығып бірден гол салып үлгерді. Килиан Мбаппе үшін бұл өте өкінішті жағдай болған шығар деп ойлаймыз. Килиан Мбаппе барынша көзге түскісі келіп жатыр, ал Эндрик 10 минутта көзге түсті. Килиан Мбаппе мектеп оқушысынан қалып жатқаны үшін қазіргі таңда өте қатты өзегі өртеніп жатқан шығар. Бірақ не дегенмен де Килиан Мбаппені өзіміз, біз, сіз бәріміз білеміз, ол қапталда ойнайтын шабуылшы. Оны орталық 9-дық жасап қойды. 9-дыққа үйренісі өте қиын. Қандай мықты жерден Анчелотти сияқты бапкер болса да, Килиан Мбаппені бірден жайғастырып тастау оңай емес. Сондықтан да Килиан Мбаппеге әзірге алғашқы ойындарда түсіністікпен қарауға болатын шығар деп ойлаймыз. Қазір Мбаппе Реалға толықтай сіңісіп кете алмай жатқан шығар. Алдыңғы маусымда Винисиус қапталда, Родриго қапталда, Беллингем ортада ойнаған еді. Сол кезде өте тамаша сәтті ойын көрсетті Реал Мадрид. Енді Килиан Мбаппені нақты қойып тастау үшін бір шама уақыт керек болады. Немесе келесі ойыннан бастап оталатын шығар Килиан Мбаппе. Оны да күтейік. Бүгінге осы, достар, назарларыңызға рахмет. Біздің сенімді серіктесіміз Пари матчтың бонустарын, фрибеттарын алуды ұмытпаңыздар. Арнамызға жазылып қойыңыздар. Бізді қолдап жүрген достарға алғыс айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз, достар.